компот және морс. Сәлем достар, бүгін біз компот және морс дайындайтын боламыз. Морс дайындау үшін таңқурай және қара жидек 300 грамм, су 3 литр, шекер 300 грамм. Компот дайындау үшін таңқурай 500 грамм, шекер 500 грамм, су 5 литр. Морс дайындау үшін жидектеріміздің табиғи шырынын езгіштен езіп бөліп дайындап аламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жасалу жолын видеода анық көрсетіп, құрамын описание бөліміне жазып қалдырамын. Бөлініп алынған шырынымызды бөлек алып қаламыз. Бұл шырынды әзірге қайнатуға қоспаймыз. Қазанымызды отқа қойып, суымызды қайнатып аламыз. Қайнаған суымызға 300 грамм шекерімізді салып, ерітіп сироп жасап аламыз. Дайын болған сиропымыздың үстіне жидек езінділерін салып 5 минутқа қайнатамыз. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, жидектеріміз өте тамаша қайнап жатыр. 5 минут қайнатуымыз керек және оны суытып алуымыз керек. Бөлме температурасында суып тұрған сусынымызды сүзгіштен өткізіп, жидектерін бөліп аламыз. Суыған сусынымызға табиғи жидектер шырынын қосамыз. Достар, мінекей морс осымен дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте пайдалы, дәмді. Достар, компот жасауды бастаймыз. Қайнап тұрған 5 литр суымызға 500 грамм шекерімізді салып, сироп етіп жасап аламыз. Және 500 грамм жидектерімізді салып 5 минутқа қайнатамыз. Достар, компотты қыс мезгіліне сақтап қоюға да болады. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мен бұл компотты қыс мезгіліне сақтап қоямын. Алдын ала залалсыздандырып дайындалып алған банкамызға ыстықтай компоттарымызды құйып, 5 минутқа қайнатылған қақпағымызбен қақпағын жабамыз. Банкамыздың дұрыс жабылғанын тексеру үшін ары-бері қозғап көреміз. Мінекей достар, біздің компот және морс дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Қарлығаш.